Дүние кезек. Ешкім жоқ кемпір жалғыз сиырын сауып, сүтінен май жасап, оны көрші дүкенге өткізіп күнелтеді екен. Дүкенші кемпірдің адалдығына кәміл сенгендіктен одан алған сары майды таразыға тартпастан қабылдап ала беретін. Алайда бір күні ойына күмән ұялап, кемпірдің өткізген майын таразыға тартуды ұйғарады. Бір келі деп алып жүрген сары майының 900 грамм болып шыққандығына қатты ашуланады. Кемпірдің келесі келгенінде дүкенші «Бұдан былай сізден сарымай алмаймын» деп жазғыра сөйлеп ашулы екенін білдіреді. Көңілі құлазыған кемпір «Тыныштық па балам, кәрілікпен алысып жүріп байқамай бірдеңені бүлдірген шығармын. Ағаттық жіберген болсам кешіре ғой» дейді. Дүкенші «Маған өткізген сарымайыңыз бір келі емес 900 грамм болып шықты. Ұят емес пе мұныңыз?» деді. Сонда кемпір «Менде бір келілік тас жоқ болғандықтан сізден сатып алған бір келі шекерді таразыға қолданып жүр дейді. Әлгі жерде дүкеншінің қызарып бозарғаны соншалық кірерге тесік таппай тыпыршып қоя береді. Міне, дүние кезек дегеніміз осы. Не ексең, соны орасың. Адамдарға істегенің міндетті түрде алдыңнан шығады. Әрдайым жасаған игі ісіміз және көретін ізгілігіміз көп болғай.